Ресейде доңыз тұмауын жұқтырғандар саны артуда. Қазірге дейін індеттен 50 адамның көз жұмғандығы мәлім болды. Бұл жайында Мәскеу үкіметінің денсаулық сақтау министрі ресми түрде мәлім етті. Дегенмен Ресей астанасында эпидемия белең алғандығы жарияланбады. Десек те өңірде ауруға шалдыққандар саны қалыпты жағдайдан артық байқалуда. Ауруханаларда карантин жарияланған. H1N1 вирусы тез арада өкпе қағынуына әкелуімен қауіпті. Жергілікті билік халықты сабыр сақтауға шақырып отыр. Науқастар саны артқан кезде қоғамдық орындарға бармауға кеңес береді. Дәрігерлердің айтуынша, ауру 1 метр қашықтықта тұрған науқастан жұғуы мүмкін. Сегодня рано. Әзірге эпидемия туралы айтуға ерте, біз жағдайды тағы 1-2 апта бақылайтын боламыз. Жақын уақытта күн жылынады деген болжам бар. Ал -5 пен +5 аралығындағы ауа температурасы жұқпалы аурулардың тарауына қолайлы. Денсаулық сақтау ұйымының мамандары да мұны растап отыр.